Класстайм бұл интерактивті оқу қосымшаларын құруға арналған алаң. Ол сізге білім алушының білім алудағы оқыту үдерісіне талдау жүргізуге және әр білім алушыға жеке қолдау көрсету стратегияларын жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Бұл платформада біз әр оқушының оқу траекториясын бақылап, талдау негізінде әр оқушыға немесе оқушылар тобына жеке білім беру траекториясын құра аламыз. Маңыздысы баға қоймау, бірақ үлгерімін қадағалап, оқушыда туындаған қиындықтарды бақылап, қолдау көрсету, кері байланыс беру мүмкіндігі бар. Платформасымен қалай жұмыс жасаймыз? Сол туралы айта кетейін. Бірінші, алдыңыздағы интернеттің Google-ға Класстайм деп жазып, арнайы осындай Класстаймның өзінің логотипімен терезе ашылады. Бұның бір жетістігі, бұл платформаның оқушылар ешқандай тіркеуден өтпей-ақ сіздің жіберген тапсырмаңызды орындай алады. Ал мұғалімдер арнайы өзінің кәдімгі аккаунтымен кіріп тіркеле алады. Сіздерге барлығын толығымен көрсетейін. Авторизация жасайсыз. Жасап болғаннан кейін толығымен платформа ашылады. Мысалға мен сізге осыған дейінгі өзімнің қолданған сабақтағы қолданған тапсырмаларым, сабақтарым тұр. Яғни сізге жаңадан қалай тапсырма құрай аласыз, соны көрсетейін. Бірінші, новые группы вопросовты таңдайсыз. Яғни сіз өзіңіздің тақырыбыңызды жазып қойсаңыз болады. Мысалға, зат есім деп қояйық. Группа вопросов таңдағаннан кейін сіздер арнайы өзіңіздің моя библиотека деген бөлімі ашылады. Соның ішіне новый вопрос. Сіздерде новые группа запросов деген алдарыңыздан мындай ұяшық шығады. Сол жерде сіз өзіңіздің тақырыбын таңдап қоюыңызға болады. Тақырыпты таңдап қойдыңыз. Қойғаннан кейін новый запрос деген болады. Новый вопрос. Яғни осы жерде сіз сұрақтардың түрін таңдай аласыз. Ол үшін кез келген сұрақтар таңдауға болады. Мысалы, сұрақты жазғаннан кейін көп мына жерлерде сұрақтың сурет қоюға болады. Мысалға, сәйкестендіруге, тұлғаны таны деген сияқты тапсырмаларда. Немесе география пәндерінде карта қойып, картамен жұмыс істеуге болады. Добавить YouTube видео қою, YouTube'дан тікелей видео көрсетуге болады. Тыңдалым, аудио материалдарды қоюға болады. Мысалға, тапсырмалардың таңдаудың әртүрлі түрлері бар берудің. Бір жауаптыны таңдау, жалған, ақиқат, текст тапсырмаларын беруге болады. Ретретмен орналастыру беруге болады. Установить соответствие, сәйкестендіру болады. Выделить текст беруге болады. Бір нені облыстың сағын белгілеуге болады, аумағын тапсырманы. Әртүрлі тиімділігі осы да әртүрлі тапсырмаларды орнатуға болады. Мысалға, мына жерде сіздерге көрсетейін, мен өзімнің орнатқан тапсырмаларым бар. Мұнда тапсырмалардың тиімділігі, мысалға, зат есімді табыңыз тапсырмасы оқушы орындау қоюға қайтадан болады. Мысалға, оқушы сіз берген тапсырманы орындайды. Мысалға, кітап, тағы да арай түрлерін бірнеше түрге бөліп қарастыруға болады. Менің атым Қожа тапсырмасы. Бұл тапсырмада да әр түрлері берілген тапсырманы.
Мысалға жаңа сізге сурет беруге болады деп айттым. Суреттегі тұлғаны таныңыз. Мысалға Бердібек Соқпақбаев. Енді осы оқушыларды, осы тапсырмаларды оқушыларға қалай береміз? Сол жөнінде тоқталып кетейін. Тапсырманы берген кезде, тапсырманы таңдағаннан кейін, мына жерде пригласить класс деген тұрады. Яғни оқушыға сілтемені жібересіз. Сілтемені жіберген кезде арнайы оқушылардан ешқандай тіркеусіз осы класстайм платформасына кіре алады. Және осы да код берілген. Сол кодты теру арқылы ары қарай тапсырманы орындайды. Мысалы, мына жерден оқушылардың тапсырмаларын көріп, нәтижесін шығаруға болады.